Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбек қызы. Бүгінгі видеода корей сериалдарынан көріп жүрген удон тамағын дайындап үйренетін боламыз. Бұл корей елінің ең сүйікті асы десем де болады. Осылай үй жағдайында жасап үйренетін боламыз. Өте дәмді, сөзсіз керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді турап алатын боламыз. Кез келген етті қолдана аласыздар. Менде осындай қойдың еті, сиырдың етін, тауықтың етін қолдануға да болады. Тауықтың төс етімен өте дәмді болып шығады. Тауықтың төс етінен қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын ұзынша қылып турап алатын боламыз. Және де пиязымыздың қабығын ашып, осындай бөліктерге бөліп, кубик қылып турайтын боламыз. Сәбізіміздің де қабығын ашып, осылай бөліктерге бөліп, ұзынша қылып, және де жіңішке етіп турайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Перецті де осылай тазартып алып, одан кейін бөліктерге бөліп, ұзынша қылып турайтын боламыз. Сәбізді турағандай осындай ұзыншақ болу керек барлығы. Табамызды оттың астына қойып, үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Және де қыздырып алғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне бір чесногымызды осылай майдалап қосып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің чесноктың дәмі етпен араласқан кезде өте керемет болып шығатын болады. Дәмі өте тәтті болады. Имбирь қоссаңыздар да болады осы кезде. Ол да жақсы дәм беретін болады. Оның үстіне пиязымызды қосып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сәбізіміз құрғай бастағаннан кейін, суы тартылғаннан кейін кішкене су құйып қайнатып жіберетін боламыз. Неге бәрі пісуге дайын қалған кезде үстіне болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, бір қайнатып алатын боламыз. Енді спагеттиімізді пісіретін боламыз. Суымызға тұзымызды салып, жақсылап қайнатып аламыз. Мінекей менде осындай спагетти бар екен. Бүгін осыны қолданатын боламын. Сіздерде кез келгенін қолдана аласыздар, жалпақ түрде болады. Мінекей суымыз қайнады. Енді спагеттиді салып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей мына жақта бізде падли пісіп жатыр. Оның үстіне соевый соусымызды қосып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Лапшамыз пісті. Енді оны осындай сүзгішпен вилкамызбен болсын сүзіп алып, тастай суға салып алатын боламыз. Падлифіміз пісті. Оның үстіне осындай спагеттиімізді салып, жақсылап араластырып, бір қайнатып алатын боламыз. Мінекей біздің үй жағдайында жасалатын корей сериалдарынан көріп жүргендей удонымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Осылай үй жағдайында да жасап алсаңыздар болады. Лапшасын осындай спагетти қолдануға да болады, болмаса қолдан кесуге де болады. Қолдан кессеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сондай дәмді керемет болып шыққан.
Мінекей біздің үй жағдайында жасалатын удон тамағымыз дайын болды. Үстіне осылай кунжут сепсеңіздер де өте әдемі болатын болады. Және де осылай вилкамызбен орап жейтін боламыз. Корей сериалдарында көріп жүргенде өте тәбет ашатын тамағымыз осылай үй жағдайында дайын болды. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сол үшін осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сөзсіз керемет болып шығатын болады. Сіздермен болған келін Камайра Құлан, Құландық келіннен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Және де менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер менің видеоларымды ең алғаш болып көретін боласыздар. Және де келесі менде видеода осылай үй жағдайында жасалатын барни жасайтын боламыз. Ортасына осылай шоколад қосып жасаймыз. Өте дәмді, сондай жұмсақ болып шыққан балапандарға өте қатты ұнайды. Базардан сатып алғанша осылай үй жағдайында жасап үйренетін боламыз. Сол үшін колокольчикті басып қойыңыздар, сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Қош сау болыңыздар, сіздерге көп рахмет.